Сәлеметсіздер ме, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары және сарайшық тыңдармандары. Бүгін сіздермен Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорының қызметкері Жанар Диярова сарайшықтың аңыздары жөнінде әңгімелейтін боламын. Қазақ даласындағы ең көне тарихи орындардың бірі бұл Сарайшық қаласы. Тарихшы ғалымдар оның пайда болуын 13 ғасырда Шыңғыс ханның ұрпақтарымен байланыстырады. Сарайшық қаласы 14 ғасырдың алғашқы жартысында гүлденген, қолөнері мен саудасы дамыған өркениетті қалалардың бірі болған. Сарайшық туралы алғашқы жазба деректерді қалдырған бұл арабтың белгілі географ ғалымы, саяхатшы Ибн Батута. Ол өзінің саяхаттарының бірінде 1334 жылы үлкен сарайдан шыққаннан кейін Азияға жасаған сапарында Сарайшық қаласында болған. Бұл жөнінде ол жазбаларында сарайдан шығып, ат жеккен арбамен 10 күн жол жүріп, Сарайжүк деген қалаға жеттік. Жүк кіші деген мағынаны береді. Бұл Ұлысу деп аталатын үлкен де терең ағысы қатты өзеннің жағасында орналасқан. Онда Бағдаттың көпірінде қайықтардан жасалған көпір бар. Бұл қалада түркіден шыққан құрметті тақуа діндар кісінің тұрар жайы бар. Оның аты Ата. Ол бізді қонақ қылды әрі бата берді деп жазып қалдырған. Көріп отырғанымыздай, Сарайшықтың тарихи атауы Сарайжүк, яғни кіші сарай деген мағынаны білдіреді. Қазіргі кезде Сарайшық деп атауының себебі, біз кішірейткен кезімізде қаланы кішірейтіп Қалашық, үйді Үйшік деп атасақ, сарайды кішірейтіп Сарайшық деп атадық. Енді әрбір тарихи қаланың өзінің атауына байланысты әртүрлі аңыз әңгімелері болады. Сол атауына байланысты бір аңыз әңгімені айтып кетсем, бұл Алтын Орданың ханы Берке ханмен байланысты. 30 жылға таяу Алтын Орданы басқарған Бату хан қайтыс болғаннан кейін інісі Берке хан таққа отырады. Мысыр еліне құл ретінде сатылып барып, сол елдің хан тағына көтерілген Қыпшақ ұланы Бейбарыстың Берке хан қайнатасы екендігі белгілі. Сол Беркенің орта ғасыр тарихында айтыла бермейтін ерекшелігі оның Сарайшықты Алтын Ордада мұсылмандардың діни орталығын жасауы. 1262 жылы алғаш рет осында Берке хан ислам дінін қабылдап мұсылмандық жолына түскен. Берке хан бұнда мемлекеттік қазынасынан әдейі қаржы бөлдіріп мешіттер салдырады, діндарларды, дәруіштерді тегін тамақтандыратын, жатқызатын орындар, яғни забия салуға, оның үзіліссіз істеп тұруына мүмкіндік жасайды. Сөйтіп Сарайшық сол кезде Алтын Орданың рухани астанасына айналады. Салдырған мешіттердің үстіне алтыннан күмбез қояды екен. Себебі ол алтыннан жасалынған күмбез алыстан келе жатқан адамдарға күнмен шағылысқанда сары айшық болып көрініп тұрады. Сонда олар Сарайшықты қалаға бардық, Сарайшықты қаланы көрдік деп айтылуынан кейін мүмкін қаламыз сол себептен де Сарайшық деп аталған болуы керек деп болжайды. Енді Сарайшықтың тағы да бір аңыз әңгімелерінің бірі бұл халық аузында көптеп айтылатын Сарайшықтағы аққу көл, алтын қайық, көмілген мол қазына туралы. Сарайшықтың өркендеу кезеңін бұл Өзбек ханның ұлы Жәнібек ханның тұсына сәйкестендіреді. Шоқанның өзге де тарихшылардың мәліметтерінде Жәнібек хан өз жанына ел сыйлаған билерді, шешендер мен жырауларды, халық қамын ойлаған жақсылар мен жайсандарды жинаған дейді. Сол Жәнібек керуеннен толассыз түсіп жатқан байлықты халықтың игілігіне, қаланы көркейтуге жұмсапты. Талай ел өкілдерін тамсатқан аққу көлін осы кезеңде салдырыпты. Ескі заманда көл табиғатын, көл табанын суға толтыру, оны үнемі жанартып отыру, әлденеше ондаған қосақ өгіздер мен сандаған шығыр құрылғыларын күндіз түні айналдырумен толтырып отыру оңай шаруа емес екені белгілі. Бірақ та Жәнібек хан бұл істі үлкен ақыл парасатпен істеген. Көл суына керуенмен келген қап-қап қант, яғни секерді төктіріп, аққу мен қаз қондырған. Оларды ұшырып жібермеудің барлық шараларын алыпты. Хан қызы өзінің құрбыларымен бірге әкесі жасатып берген аққу мүсінді алтын қайығымен құстарға дәм беріп, бірте-бірте қолға үйреткен. Көл маңында өзіне қауіптің жоқтығына көзі жеткен құс атауы осы Сарайшықтың Секер көлінде еркін сайрандайтын болған. Сол себептен бұл көлді сол кезде Сарайшықтың аққу немесе Секер көлі деп атаған. Сарайшықтың аққу көлі туралы хабар ел-елге тарайды. Жәнібек хан онымен шектелмей, оңтүстіктен бал татыған жеміс ағаштарының түр-түрін алдырып көл жағалай отырғызады. Балғын шыбықтарды отырғызып, жерсіндіріп жібергенше сол жақтың шебер бағбандарында жалдап алады.
Оңтүстік елдерінің базарларында сатып алып жейтін, уылжып піскен, дәмі тілді үйіретін небір жемістің түрлері сарайшыққа келген шетелдік қонақтар атақты Аққу көлінің жағасында жеміс ағаштарының қоңыр салқын көлеңкесінде демалып жатып, өз қолымен үзіп жегендіктерін елдеріне барғанда аңыз ғып айтып жүрген екен. Бұл панидегі сарайшықтай жұмақты көру, Аққу көлінде сайрандау, сол кезге бұны естіген әр саяхатшы мен саудагердің арманы болса керек. Жасауын жасап, ұзатқалы отырған Жәнібек ханның балдарын ішіндегі ерекше жақсы көретін Ханшайым 15 жасқа қараған шағында кенеттен қайтыс болады. Қыз жасауына сол кезде бір мемлекеттің тұтас қазынасына тең байлық жұмсалыпты деседі. Қызын алтын табытпен, барлық жасауымен, алтын қайығымен қоса жерлеуге әмір етеді хан. Сонша байлықтың жерге көмілгенін естіген бір қарақшылар қызыңыздың денесін ит пен құсқа жем қылып, қабірін қазып, сүйегін қорлап кетер, одан да қызыңызды жасырын жерлеңіз деп уәзірлер ханға ақыл қосады екен. Хан осы уәзірлердің айтқанына келісіп, қызын жасырын жерлеуге тапсырма береді. Ұшқан құс, жүгірген аң, тірі жан қызымның қайда жерленгенін білмейтін болсын деп. Егер де осы тапсырмамды орындасаңдар, сендердің әрқайсына аттың басындай алтын беремін деп уәде етеді екен. Сол жалданған адамдар ханның айтқанына келіседі, қызды түнде апарып жерлеп келеді. Жерлеп болғаннан кейін үстінен үйір ерсілі-қарсылы жылқыларды айдайды екен. Шұрқыраған жылқының дыбысынан сол күні түн бойына қала халқы ұйықтамаған, естіп жатқан деседі. Енді шаруаларын бітіріп, таң атқанда уәделенген алтындарын алу үшін хан сарайына келген кезінде, оларды сарайда ханның өзі емес, жендеттері күтіп тұрып, ешқайсысына еш тигізбестен барлығының бастарын шауып алған екен. Содан кейін Ханшайымның қажетті жерленгенін ханның өзі де ешкімде білмей қалған. Бірнеше ғасыр уақыт өтсе де, алтын қайықты әлі күнге дейін таппағандықтан, әлі күнге дейін айтады, осы сарайшықтың бір жерінде алтын қайық жатыр, немесе ханның қызы алтындармен бірге жерленген деген аңыз әңгімелер. Енді сарайшықта айтылатын аңыз әңгімелер өте көп. Енді жалпы сарайшықта қазба жұмыс барысында көптеген жәдігерлер табылған болатын. Енді жәдігерлердің көптеген бөлігі бұл қыштан жасалынған бұйымдар. Бұл керамикадан жасалынған бұйымдардың суреттері көбінесе аң, құс, балық пішіндес суреттер жиі кездеседі. Енді сарайшықтың тұрғындары өздерінің жоғары деңгейдегі сауаттылығымен ерекшеленеді. Оған қазба кезіндегі табылған ыдыстардағы әртүрлі мағынадағы жазулар дәлел болады. Сондай бір үлкен кіші ыдыс, құмның сыртындағы жазу, онда Жүсіп Баласағұнның поэмасынан үзінді келтірген екен. Онда адам көркі жүз, бұл жүз көркі көз, адам көркі тіл, бұл тіл көркі сөз, тағы көркі кісіге білім мен өнер, жанын құрбан етер, білім үшін ер деген үзінді жазылған. Енді жанында бұл көбіге көз жасын құяр болар деп белгісіз шебер өз атынан сөз қосқан екен. Сонда сол кезде бұндай құмыраларды жасаған адам, шебер қандай мақсатта, қандай жағдайда жасағандығы белгісіз. Кейбір адамдар көненің көзі деп сақтап келген мұраларын үйлерінде ұстамай, осы орайда жұртымызға айтып кеткім келеді, сондай мұралары болған жағдайда музейге тартуға болатындығын. Енді сарайшықта Алтын Орда тұсында әр жерінде үлкен ғимараттар, зәулім үйлер тұрғызылған. Құрылыстарына әртүрлі көлемдегі кірпіштерді пайдаланған екен. Сол сарайшықтың қазба орнынан көптеп табылған кірпіштердің түрі бұл аңның ізі бар кірпіштер. Бұл кірпіштерді жасаған кезде бірнеше күн далада күннің астына кептіретін болған. Сол себептен бұның үстінен аң құстың жүгіріп өткен болуы керек деп болжайды. Бірақ та жалпы түркілер табиғатты жаратушыны тәңір деп танып, табиғатты аялау арқылы түркілер оған үлкен құрмет көрсеткен. Тәңір көктегі жалғыз жаратушы, ол көзге көрінбейді, сондықтан көк тәңір деп сеніп отырған екен. Иісі түркі жұртының киесіне айналған көкбөрі туралы аңызды барлығыңыз білесіздер. Сол себептен де бұл кірпіштегі ізді біз көбінесе көкбөрінің ізі болуы да керек деп болжамдар айтамыз. Себебі сол кездегі сенімдер бойынша көкбөрінің ізі бар кірпішпен үй салған кезде үйдің іші берекелі, яғни бақытқа, қуанышқа толы болады деген сенімдері болған екен. Енді қорытындылай келе, жалпы сырын бүккен сарайшықтың аңыз әңгімелерін түбінде бір шындық бар екендігі және де халықтың ешқашан қалып айтпайтындығын айтқым келеді. Барлығыңыз да сау болыңыздар, жақсы күндерде кездесейік.